Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен Орео тортын дайындаймыз. Ең алдымен 6 жұмыртқаның ақуызын және сарыуызын жеке-жеке ыдыстарға бөліп аламыз. Ақуызға шым-шым тұз қосып, миксермен араластырамыз. Кішкене осылай көпіргеннен кейін қанттың жартысын саламыз. Енді миксерді ең қатты скоростьқа қойып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде өзінің формасын ұстайтын әппақ жып-жылтыр меренга, яғни ақуыз пайда болуы керек. Мен шамамен 10 минуттай араластырдым. Сол кезде менде осындай әппақ күшті ақуыз пайда болды. Енді оны қоя тұрып, біз сарыуызды араластыруға кірісеміз. Сарыуызға жаңағы қанттың қалған бөлігін салып, миксермен араластырамыз. Бізде сарыуызымыз кішкене ағарғанша араластыру қажет. Енді үстіне сүт құямыз және сұйық май құямыз. Барлық қажетті мөлшерді мен осы видеоның астына описание бөліміне қалдырамын. 2 шай қасық разрыхлитель қосамыз. Миксермен тағы да кішкене араластырамыз. Разрыхлителіміз біздің араласу қажет. Енді үстіне електен өткізілген какаоны қосамыз. Міндетті түрде електен өткізілген болу керек. Оның үстіне ұн қосамыз. Оны да електен өткізіп алдым. Сол кезде қамырда түйіршіктер пайда болып қалмайды. Енді бір келкі масса болғанша барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз дайын. Енді осындай силиконовый күрекшенің көмегімен қамырды ары-бері аунатып, ортаға жинаймыз. Үстіне дайын ақуыздан 2-3 қасық салып, силиконовый күрекшемен ғана астын үстіге қарай араластырамыз. Массаны басып алмаңыздар, барлығын араластырып, тек қана астын үстіге қарай араластыру керек. Осылай тағы да 2-3 қасық ақуыздан салып, астын үстіге қарай араластыра отырып, барлығын араластырып аламыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді осылай күрекшемен барлығын жинап бір ретке келтіріп аламыз. Форманың диаметрі менде 22 сантиметр. Формаға құйып, бетін тегістейміз. Қызып тұрған пеште 170 градуста 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Піскенін ағаш шпажканың көмегімен тексереміз. Қамырды піскеннен кейін толық суытамыз және суығаннан кейін ғана формасынан шешіп аласыздар. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді аударып 3 бөлікке бөлеміз. Егер сіздердің қамырларыңыздың шапочкасы шығып кететін болса, яғни ортасы томпайып кететін болса, онда кесіп алып тастайсыздар, тегістеп аласыздар. Енді кремін дайындаймыз. Кремін дайындау үшін маған сливки қажет. 500 мл сливкиға 3 ас қасық қант ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Бізде қою крем дайын болу керек. Жай жылдамдықтан бастап араластыра отырып, ең қатты жылдамдыққа дейін жеткіземіз. Креміміз кішкене қоюлана бастаған кезде ішіне 3-4 ореоны сындырып саламыз. Ең қатты жылдамдықпен араластырамыз.
Крем дайын, енді тортты жинауға кірісеміз. Тортты осындай форманың көмегімен жинасаңыздар, торттарыңыз біркелкі, теп-тегіс, өте әдемі болып шығады. Енді үстіне кремді салып, тегістеп шығамыз. Кремді жағып шыққаннан кейін үстіне ореоны сындырып саламыз. Үстіне екінші қамырымызды саламыз. Бұл ең беткі бөлігі болатын. Мен ортасына саламын, өйткені беті кішкене жыртылып қалды. Сондықтан әдемі болу үшін мен ортаңғы бөлігін бетіне алып қалдым. Оның да үстіне кремді жағып, ореоның бөліктерін салып шығамыз. Және үшінші қамырымызды саламыз. Міне үшінші қамырымыз өте теп-тегіс, бетіне өте әдемі болып шығады. Енді кремді жағып, тегістеп шығамыз. Енді тортты форманы көтеріп алып қана босатасыздар. Жан жағына кремді жағып, сыртын толығымен креммен қаптаймыз. Тортты тегістеп алғаннан кейін ганашпен осылай шет-шетінен шоколадты ағызып шықсаңыздар болады. Енді әрлеу өз еріктеріңізде, ағызбай-ақ басқандай әрлеу жасайым десеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Ганашты дайындау үшін су буында немесе қысқа толқынды пеште шоколад пен майды ерітіп аламыз. Дайын, енді менің ганашым кішкене сұйық болып қалды. Сол себепті шоколадымыз соңына дейін ағып жатыр. Қалған ганашты бетіне құйып, толығымен тегістеп шығамыз. Мен орео печеньелерімен әсемдедім. Әсемдеу өз еріктеріңізде, жаңа айтқанымдай, кез келген жемшидекпен де немесе әртүрлі өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Біздің тортымыз дайын. Енді бір күнге жіберсеңіздер тіпті жақсы, немесе 5-6 сағатқа салқын жерге, тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Бізде крем толығымен сіңіп, тортымыз өте дәмді болуы үшін. Бұл тортты басқа қалаға алып кеткендіктен сіздерге үшін көрсете алмадым, яғни разрез жасап сіздерге көрсете алмадым. Өте әдемі, дәмді торт болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге рецепт ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымды көрген адамдардың 99% каналға тіркелмейді екен. Сондықтан да менің еңбегімді бағалап, менің каналыма тіркеліп кетсеңіздер, өте қуанып қаламын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналымдағы алдағы уақытта шығатын басқа да торттардың әртүрлі тағамдардың рецептісін жіберіп алмас үшін каналға тіркелгеннен кейін қоңыраушаны басып қойсаңыз болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Нұрзат.